бұл жаңағы Американың мүддесі деп айтып отырғанымыз, әрине біз өзіміздің, яғни Орталық Азия мен Қазақстанның мүдделері жөнінде де ұмытпау керекпіз. Бұл соғыс жеңе ма, қай тарап жеңеді, қай тарап жеңіледі? Ресейге қарсы деген кезде біздер Қырымды мойындаған жоқпыз, жаңағы Абхазия, Осетияны мойындаған жоқпыз деген сияқты. Геоэкономикалық мүмкіндіктер немесе бір сын қатерлер туғызуы мүмкін. Біздің өңірге қатысты енді айтатын болсақ. Менің ойымша, әрине бұл үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Бұның бір айтарлықтай Америкадағы администрацияның ауысуы, айтарлықтай Орталық Азияға бір үлкен әсері жоқ. ақш, Еуропалық одақ, Ресейдің қазіргі ұстанымдары Орталық Азия үшін қандай? Құрметті көрермен, біз бүгін Central Asian Dream бағдарламасының жалғастырамыз. Алғашқы бағдарламада жас ғалымдар Орталық Азияның ішкі мәселелерін талқыласа, біз бұл бағдарламада Орталық Азияға сыртқы факторлардың әсерін талдауға кірісеміз. Бүгінгі бағдарламада біз Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс төңірегінде келіссөздерді талқылаймыз. Сондықтан да бізде бірінші сұрақ: сирек жер ресурстары, қауіпсіздік кепілдіктері, бейбіт келісім, осының барлығы үлкен мәміле сияқты болып көрінген. Бірақ 28 ақпан күнгі ақш пен Украина президенттерінің арасындағы Ақ үйдегі келіссөздер сәтсіздікпен аяқталды. Бұл неге алып келуі мүмкін? Осы сұрақтарды біз сарапшылармен бірге бүгін талқылайтын боламыз. Басты тақырыбымыз Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс төңірегіндегі келіссөздер. Бірінші сұрақ: НАТО шеңберіндегі ақштың саясаты ақш пен Еуропалық одақ арасындағы осы қақтығысты тоқтатуға қатысты көзқарастарындағы қарама-қайшылық неге алып келуі мүмкін? Қандай әсер болуы мүмкін? Әбеке. Жалпы бұл жерде арасындағы екі жаңа Америка мен Еуропалық одақтастардың арасындағы қарама-қайшылықта бірінші мынау НАТОның қаржыландыруға байланысты. Осы күнге дейін негізгі мынау Еуропалық қауіпсіздік, трансатлантикалық қауіпсіздік шеңберіндегі негізгі жаңағы ақшаны беруші, қаржыландырушы Америка Құрама Штаттары. Қазіргі кезеңде мынау әсіресе соңғы 10 жылдықта Ресей мен Украинаның арасында жанжалдың күшеюіне байланысты Американың жаңағы салық төлеушілерден келіп түсетін табыстардың көбі осы Еуропалық қорғанысты күшейтуге, Украинаны күшейтуге жұмсалды. Бұның барлығы әрине Американың бюджетіне өзінің әсерін етіп отыр. Осымен қоса қазір мынау Американың былай бақталастар болып саналатын Қытайдың күшеюі, Таяу шығыста Иранның күшеюі, Ресейді 2 жылдың ішінде жаңағы тасталқанын шығарамыз, экономикасын құлдыратамыз деп еді, бұл ешқайсысы іске аспады. Енді Америка үшін 3 майданда соғысы өте ауыр, қаржылық мүмкіндіктері шектеулі. Сондықтан Еуропаның проблемасы, Украинаның проблемасы бұл еуропалық елдердің проблемасы дегенге келтіріп отыр. Сондықтан егерде Украинаға кепілдік Америка беруден бас тартып отыр, егер Украинаға кепілдік береді, өздерің еуропалықтар өздерің не қылыңдар, кепілдікті өздерің беріңдер. Осы арқылы Американың меніңше көздеген мақсаты Ресеймен конфронтациядан алшақтау. Осы жерден күштерін енді таяу шығысқа, сосын қиыр шығысқа жұмсауға мүмкіндігі бар. Енді өздерінің ресурстарын сол қиыр шығысқа, басқа аймаққа... Таяу шығыс пен қиыр шығыс. Иран мен Қытай ғой қазір.
Жалпы енді қазіргі осы НАТО шеңберіндегі ақш пен батыс Еуропа елдерінің текетіресі әрине батыс өркениетіне жақсылық алып келмейді деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі таңның өзінде осы екі Атлантиканың екі бөліндегі емес, жалпы европалықтардың ішінде де өзінің несі болып жатыр. Көзқарастары келмей. Кешегі мысалы X әлеуметтік желісінде көптеген батыс Еуропа елдері Зеленскийді қолдап жазғанмен, оның ішінде Виктор Орбан Американы қолдап шыға келді. Бұл деген әрине сонау Американың осы ресурстарға байланысты келіссөзінің бұл тек қана Американың ғана өзінің пайдасын ғана ойлап отыр. Бұл Украина, Европаны ешқандай ойлап отырған жоқ деп ойлаймын. Сол себепті бұл үлкен мүмкіндік Франция, Германияның бұрынғы ПЕСКО бағдарламаларын қайта іске қосып, НАТОдан бөлек өздерінің қауіпсіздік бағдарламаларын күшейту. Енді бұл ақш-қа тиімді жағдай. Яғни ақш-тың мүдделерін айтып жатырмыз. Болғанда Трамп администрациясының мүддесі десек болады. Өйткені көп американдықтар, оның ішінде республиканшылар әрине Трамптың көзқарасымен келіспейді. Бұрынғы республиканшылар Жапониядағы елшілері Американың бұрынғы барлығы Украинаны қолдап, Зеленскийді қолдап жатыр. Бұл деген тек қана Европа мен Америка емес, сонымен қатар Американың ішіндегі қандай да бір текетірестерге алып келіп жатыр әрбір күштердің. Бұл Американың мүддесі деп айтып отырғанымыз, әрине біз өзіміздің, яғни Орталық Азия мен Қазақстанның мүдделері жөнінде де ұмытпау керекпіз. Сондықтан да келесі сұрақ, тараптардың осы ақш, Еуропалық одақ, Ресейдің қазіргі ұстанымдары Орталық Азия үшін қандай геосаяси, геоэкономикалық мүмкіндіктер немесе бір сын қатерлер туғызуы мүмкін? Біздің өңірге қатысты айтатын болсақ. Енді Европадағы өтіп болып жатқан жағдайлар, іштегі сайлауға байланысты, Украинаға қатысты, бұның бір айтарлықтай Америкадағы администрацияның ауысуы айтарлықтай Орталық Азияға бір үлкен әсері жоқ. Өйткені біріншіден айту керек, Орталық Азияны Европа болсын, Америка Құрама Штаттары бұны Ресейдің саясаты, Ресейге қатысты саясаты шеңберінде қарастырады. Енді бізге қазір Трамп әкімшілігі егер таяу шығыстағы мәселеге көңілді көп бұратын болса, Украинадан кетіп, болашақта Американың назары Иранға, одан кейін Орталық Азияға, Орталық Азия арқылы Қытай мен Ресейге әсер етуге бағытталған деген болжам бар. Сондықтан қазір кезеңде Европа мен Американың арасында қарама-қайшылықтардың осыдан туындайтын Қазақстан қандай әсері бар деген кезде Орталық Азия үшін бұл Трамптың администрациясы Орталық Азия үшін негізгі приоритетті басым бағыттарының біріне айналуы мүмкін. Бұның да енді оң жағы бар, сол оң жағы бар, теріс жағы бар. Енді оң жағы біздерге көптеген назар бөліп Ресейдің ықпалынан кетуге мүмкіндік дейтін болсақ, екінші жағынан Ресей де бұны қарап отырмайды. Ресейдің де жүргізген саясатының арқасында біздер мынау Украинаны деп айтпай ақ қояйық, сол екі державаның мүдделері түйіскен аймаққа айналсақ, біздерде де бір қауіпті жағдайлардың пайда болуына алып келуі мүмкін деген де қауіп бар. Яғни бұл екі елдің мүдделерінің қайшылықтары Қазақстанның сыртқы саяси бағытына кейін өзгеруіне әсер етпей ме? Енді өзгереді дегенде біздің ұстанған саясатымызды айтамыз ғой, көп векторлы деген. Бұның енді қазір жемістерін енді көретін сияқтымыз да. Ресеймен стратегиялық әріптес, одақтасып істеп документтер айтылғанмен, бірақ Ресейге қатысты деген кезде біздер Қырымды мойындаған жоқпыз, Абхазия, Осетияны мойындаған жоқпыз деген сияқты. Америкамен де қарым-қатынасты бір келкіде, Ресеймен де қатынасты бір осындай неде ұстап тұруға тырысып отырмыз. Сондықтан Қазақстан саясатына үлкен өзгеріс болады дегенде, енді экономиканың Ресейге байланып тұрса, қаржыларының бәрі Американың банктеріне жататын болса, инвесторлар Европалықтар болатын болса, бұрынғы жағдай ғой, енді аса бір үлкен өзгеріс болады деп ойламаймын. Жалпы менің пікірімше бұл әрине
Украина жеңіле ма, немесе жеңе маға байланысты ғой. Жалпы орталық Азияның жағдайы. Өйткені жеңілетін болса, бұл бізге қауіп. Өйткені біздің де көптеген Ресей саясаткерлерінің риторикасында солтүстік Қазақстан жағы территориясын сөз еткен болатын. Сонымен қатар көптеген осы мемлекеттерге, енді орталық Азия мемлекеттеріне қауіп төнуі мүмкін деймін. Ал жалпы енді Украина жеңіп жатқан кезде бұл бұрынғы Украинаның жағы 22 жылдың февралындағы немесе 14 жылғы шекараға келіп жатса, әрине бұл халықаралық жағы неге сай болады ғой, құқыққа сай. Сол себепті менің ойымша әрине бұл үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Ал жалпы енді қай мемлекеттің бізге қандай ықпалы болады дегенде, әрине мен келісем. Америка Құрама Штаттары егер де өзінің саясатын осы таяу шығысқа бөліп жатса, күшейіп, бірақ бұл жерде шынымен де жағы Қытайдың, Ресейдің өз ықпалы және қызығушылықтары бар. Бұл әрине жақсылық алып келеді деп ойламаймын орталық Азия үшін. Менің үшінші сұрағым осыған байланысты болатын. Осы жерде бірден айтып жіберейін да, Жәке. Негізі мынау екінші сценарий деген, енді мың жерден енді Украинаны жақтайтын адамдар ренжімесін. Бірақ Украинаның бұл соғыста жеңуі деген міне екіталай нәрсе ғой. Иә, мына мен сол үшінші сұрақ сол болайын деп тұрған жаңа. Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстың аяқталуы жақын маңда мүмкін бе? Және ол аяқталса қандай сценариймен аяқталуы мүмкін, және ол орталық Азия мен Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін? Мен екі сұрақтан үшіншісіне мен бастап кетейін. Менің көзқарасым, мен жаңағы айтқанды Украина жақтаушылар халықаралық құқықтың орындалу, мызғымас орындалуын жаңағы айтатын адамдарға айту керек. Біріншіден, Украинаның Европа елдері қаншама көмектескенімен де бұл соғыста Ресейді жеңе алмайтындығы белгілі. Шекара, кешегі 28 ақпан күнгі Ақ үйдегі болған жағдайға байланысты енді Америка Құрама Штаттары енді түбегейлі тоқтатып тастай алмайды, бірақ кейбір шектеулер болатын болса, соның ішінде жаңа Старлингтерді өшіреді деген қауіп бар. Ондай болатын болса, әрине Украинаға жағдай қиындайды. Сондықтан соңғы кезде Ақ үйдің администрациясында айтатында Украина НАТО-ға мүше болмайды. Шекараны 91 жыл деп бастайды, 91 жылға келмейтіндігі белгілі. 14 жылғы шекараға келмейтіндігі белгілі. Енді қазір 22 жылғы жаңағы ақпанның аяғындағы шекара ма, немесе басқа да өзгерістер бола ма, немесе 22 жылғы жаңағы өткен жаңағы референдумге байланысты мынау или қазір Ресейдің солдаттары тұрған жерлердің барлықтары Ресейге өте ма деген мәселе туындап отыр ғой. Сондықтан енді әр жылдың өткен сайын Украинаның енді жағдайы жаңағы келіссөздер алдындағы позициясын әлсіретіп жатыр. Енді бұл жерде әрине Қазақстан мен орталық Азия үшін қандай да бір үлкен өзгерістер болуы мүмкін. Бұл соғыс жеңе ма, қай тарап жеңеді, қай тарап жеңіледі. Бұл екі жағынан да енді бізге енді үлкен бір шетінен жақсы болса, өйткені жаңағы Ресей-Украина қарым-қатынасы жақсарып, біздің жаңағы экономикалық, жаңағы транспортты қалай болса, транспорттық Ресей мен Украинаның логистикалық жолдарын пайдалану мүмкіндіктері қайтадан туады. Ал егер де бұл мәселе шешілмей, бұл соғыс әлі де болса, мысалы кезіндегі Қарабақ мәселесі сақты тек қана жағы тоқтатылып қойса, бірақ аяқталмай. Әрине бұл орталық Азия мен Қазақстанға орталық коридордың өзектілігі өсет деп ойлаймын. Енді бұл жерде әрине соғыс болған болмауы әлі де болса шешілмей жатыр, өйткені америкалықтар өздерінің мәселесін шешкісі отыр, Украинадағы ресурстарды өздеріне, бірақ ешқандай гарантия бермейді. Бұл сол анау 94 жылдағы Будапешт келісімінен кішкене өзгешелеу, өйткені ол кезде бүкіл батыс елдер, ядролық мемлекеттер гарантия бергенмен, қазіргі таңда ол гарантияны бергісі келмей отыр. Сол себепті де бұл текетірес аяғы ядролық қаруды жасау жарысына айналып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Жәке, мына қараңызшы,
15 жылғы Минск келісімі Донбасс Украинаның құрамында ерекше статуспен деді. Бұл позицияда Украина үшін енді. Одан келіспеді. Ода 22 жылғы Стамбулдағы апрель-майдағы келісімді. Ол бойынша Донбасс пен Донецк пен Луганск Ресейге өтеді, қалғандары Украинаның қарамағында қалады деген. Енді мынау қазіргі ұсынып отырған келісімдер бойынша уже Ресейдің әскері қай жерде тұр, солар Ресейге қарамағында болады. Бірақ оны батыс мойындамауы мүмкін, бірақ Ресейдің бақылауында қалады. Оның пайдасын Ресей көреді деген. Әр шеге сол уақыт созылған сайын Украинаның недегі переговорда позициясы әлсіреуінде. Сондықтан енді ренжімеңдер, енді бұл жерде украиндар енді жеңе алмайды енді. Құрметті көрермендер, біз осымен осы бағдарламамызды аяқтаймыз. Қайткен күнде де әрине бейбітшілік керектігі бұл айдан анық. Бірақ оның қорытындысы, бейбіт келіссөздердің қорытындысы әлі бізге беймәлім. Сондықтан да саяси осы процестерді бізді ары қарай өзіміздің бақылауымызда ұстайтын боламыз.